Бүгін студенттердің ең сүйікті тамағын дайындайтын боламыз. Неге олай айтқанымды кейінірек түсінетін боласыздар. Бірде қайынсіңлілім үйге келген кезде, бүгін не дайындап берейін десем, ой жеңге, не тамақ дайындайсыз, соны жей беремін ғой дейді. Қазір студент болғалы әр тамақтың, әр нәрсенің қадірін білетін болдық қой. Ең сүйікті тамағым қазір сенесіз бе? Гречка дейді, яғни қарақұмық. Бұрын мүлдем ұнатпайтым, қазір сүйіп жейтін болдым ғой дейді. Сол секілді бұл тамақты жасасам, үнемі сол қайынсіңлілім есіме түсіп отырады. Қайран студенттік шақ 4 жыл деген көздің ағымдай өтіп кетеді. Ең есте қалғаны мен үшін бірінші курста ненің дұрыс емес екенін білмейсің. Өзің жаңадан ауылдан келгенсің, көзің бақырайып, не істеп жүргеніңді білмейсің, жан-жақта адамдарға жалтақтап. Сол кез есімде қатты қалып қапты. Студенттік шақтарыңызды не нәрсемен еске аласыздар, сол жайында жаза кетіңіздер. Егер кешкі тамаққа не жақсы алғаныңыз келмей бастарыңыз қатып жатса, өте оңай әрі дәмді осы студенттік тамақты жасай қойыңыздар. Жанына тоймай қаламын деп жатқан жағдайда өте дәмді әрі жеңіл панкейки жасаңыздар. Ашыған айраннан. Рецепт керек болса жазып кетіңіздер, ал бізге ас болсын.